Сүйемін Бозторғай ана сынды халыққа кең тараған әннің сөзін жазған бауырымыз Ақжол Түменбай ортамызда отыр. Қош келдіңіз. Сіздерде шығармашылық қашаннан басталды, қай әннен басталды, жалпы қанша әнне сөз жаздыңыз? Мен ағаммен шығармашылық қарым-қатынасымыз 2019 жылы басталды. Ең алғаш жазған дүниеміз Кімсіз деген әнмен басталды. Кеңес Әлімжанның орындауында. Қазір биыл енді 7 жылдың жобасы болып қалды, бірақ қанша әнге сөз жазғанымды білмеймін, біршама дүниелерді жаздық. Соған дейін осы кезең арасында ізіне іні болып ергелі жаман дүние жазған жоқпыз деп ойлаймын. Бозторғай ананың оқиғасын айтып берсеңіз, тақырыбы ерекше екен. Бірінші ән жалпы өмірге қалай келді? Бірінші сөз шықты ма? Әлде сізге әуен ұсынылды ма? Әртүрлі ғой, енді кейде ән, кейде сөзге ән жазады, кейде әнге сөз жазылады. Бұл Бозторғай анада енді үлкен оқиғасы бар. Оны айтсақ ұзақ сонар әңгіме болады. Жамандық деп айтуға келмейді. Балалық жасап қойған, қателік жасап қойған баласын арашалап тұрған ананы көрдім. Өзінің сол үйге қонақ болып барғанда, өзінің бір тентек баласы тентектік жасап қойып, кәдімгі темір торға жабылайын деп тұрған оқиғаның алдында сол үйге мен түсіп қалдым аяқ астынан. Сонда жан жағында енді ол біріншісі емес екен, ол оқиғаның, ол бала тентектік жасап жүрген, бұзықтық жасап жүрген. Біреулер айтып жатыр, маңдайына тимесе қоймайды. Ол сол жаққа барып келмесе түсінбейді деген секілді сондай бір қысыр қыңыр әңгімелер айтып жатыр екен. Соншама топтың ішінен ана ғой, ана деген, мен оны суреттей алмаймын, қандай құдірет екенін. Жоқ, ол білмей қалған ғой, байқамай қалған ғой. Менің балам ондайға бармайды, ол жақсы бала, ол байқамай қалған ғой деп шырылдап жылап тұрған ананы көрдім. Содан Бозторғай ана секілді шырылдап тұр деген ой келді да, содан осы әннің сөзін жазу басталды. Бір шумақ, екі шумақ жазылды да, содан жанымда жігіттер болды. Олар да өнерден алыс емес, композитор жігіттер, сазгер жігіттер. Соларға ұсындым, міне жігіттер, мынандай дүние, мынаған бірдеңе аңылдап көріңдерші жігіттер, мына оқиғаны көріп тұрсыңдар ғой сендер. Маған осылай әсер етті. Мынау менің сол сәтте мен өзімнің анамды ойладым. Мен бірдеңеге сүрінгенде ауылда жатып оның жүрегі шаншитынын, оның менің қалай жүргенімді уайымдап түн баласы ұйықтамайтынын деген секілді. Әрбір адам баласы, ана баласы үшін әр түнін, әр таңын ұйқысатқызатын кезеңдер бар. Сондай бір нәрселерді сезіндім да, сосын осы өлең жазылды. Сосын жанындағы жігіттер таңға дейін тыраштанды. Біреуі гитарада көріп жатыр, біреуі клавишке салып көріп жатыр, біреуі домбырамен, біреуі сыртқа шығып кетіп өзімен ыңылдап жүр. Сол таң атты, таң атқанша менің де шыдамым таусылды. Сосын жігіттер, онда мен жолға шығайын деп Қызылордаға ағамның үйіне тура тарттым. Тура ешқайда бұрылмай ағамның үйіне келдім. Сол үйіне келіп ұйқысынан оятып алдым да, аға, ағам, міне осындай оқиға болды. Осындай ананың шырылдап тұрғаны. Мен осылай сөз жазып келдім. Сөз әлі аяқталмаған, бірақ осыған бірдеңе жазаламыз ба деп, кәдімгі әулиенің басына түнегендей бас жағында отырып түнедім. Сон бас аяғы бір апта 10 күннің көлемінде осы ән сөзмен толық бүтін болып дүниеге келді. Содан сіздердің назарларыңызға ұсынылды. Тамаша.